Біздің әлем кереметтігімен қоса өте нәзік және оны жоқ ету одан да оңай әрі тез. Гүлденген жерімізді құнарсыз шөлейтке айналдыруда түкке тұрмайды. Адамзат әрдайым жаңа әрі ендірілген технологияларды дамытуға ұмтылатын, бірақ әдеттегідей бастапқыда олар әскери мақсаттарға қолданылатын. Бірақ санамен туындаған нәрсе адамның игі істеріне қызмет етпесе, әлем мүлде болмастай еді. Ядролық қаруды құру тарихы 20 ғасырдың драмалық оқиғаларының біріне айналды. 1945 жылдың тамызында ақш Хиросима мен Нагасакиге атом бомбаларын тастады. Олар жер бетінен мүлде жойылып, мыңдаған адам өмірін алып кетті. Американдықтар бүкіл адамзат тарихындағы аса қорқынышты және талқандағыш атом қаруымен бүкіл әлемді осылай қорқытпақ болды. Сол кезеңде Совет үкіметінің негізгі мәселесі өзінің атом бомбасын құру болды. 1947 жылдың қыркүйегінде әскери қалашық болашақ Семей ядролық сынақ полигонының әкімшіліктік орталығының құрылысы басталды. Алғашында Мәскеу 400, Семей 21 деп аталған болатын. Жазық жерде құрылысты бастау қиынның қиыны, бірақ заманауи жақсы жабдықталған қаланы көтеру үшін барынша мол күштер тартылды. Қалашық Семейден 130 шақырым жерде орналасты. Полигонның өзінен 60 шақырым шалғайда болды. 1976 жылы қалаға ұлы ғалым және Кеңес одағындағы бірінші атомдық жобаның жетекшісі Игорь Васильевич Курчатовтың аты берілді. Курчатовта ғылыми зерттеу зертханалары мен институттары шоғырланды. 1949 жылғы 29 тамызда Қазақстан аумағында алғашқы ядролық бомбаны сынаумен Құрама Штаттарының атомдық монополиясы аяқталды. Бірақ мұнымен бірге КСРО мен ақш арасында ядролық қарсылықтың жаңа кезеңі басталды. Семей полигонында 456 ядролық сынақ, әуе, жер және жер асты сынақтары жүргізілді. Радиация лақтырындылары айналадағы табиғатқа, адам денсаулығына зор нұқсан келтірді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991 жылғы 29 тамыздағы нөмірі 409 жарлығымен Семей ядролық полигоны жабылды. Осы егеменді елдің көтерілуіндегі батыл қадам Қазақстанды ядросыз ірі мемлекетке айналдырды. Бірақ Курчатов қаласы үшін ауыр кезеңдер туды. Әскери бөлімдерінің жылдам жиналуы қаланың барлық ғылыми өндірістік және әлеуметтік саласын қиратудың нақты қауіптілігін туғызды. Курчатов қираған қалаға айналды. Қала халқы күрт азайып, көптеген өндірістер жабылды. Дегенмен ондағы адамдар өмірдің өзгеретіндігіне үміттенді. 1992 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен сынақ полигонының базасында ұлттық ядролық орталық құрылды. Ол ядролық сынақ салдарын зерттеумен, радиоактивті қалдықтарды пайдаға асыру және көму мәселелерін зерделеумен, сонымен қатар әртүрлі ядролық технологияларды әзірлеумен айналысты. Ғылым өлген жоқ, ол дами түсті, бірақ бейбіт мақсатта. Президенттің 2003 жылғы 4 сәуірдегі Қазақстан халқына жолдауынан Алматы маңындағы Алатау кентіндегі ақпараттық технологиялар орталығы, Степногорскідегі биотехнологиялық орталық, Курчатовтағы ядролық технологиялар орталығы сияқты технопарктерді құру арқылы қолданыстағы ғылыми базаны саналы пайдалана білу қажет. Как все, наверное, знают, во времена Бәрімізге белгілі болғандай, Кеңес одағы кезеңінде ядролық технологиялар саласында зор ғылыми, техникалық әлеует жинақталған болатын. Қазақстан тәуелсіздік алған, әскери атомнан бас тартқан кезеңде алдымызда біздегі сол ғылыми, техникалық әлеуетті қалай пайдалансақ деген сауал тұрды. Осыған байланысты біріншіден кадрларды еңбекпен қамтамасыз етуге, екіншіден қолданыстағы ядролық технологияларды бейбіт мақсатта пайдалануға мүмкіндік беретін ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамын құру туралы шешім қабылданды. Курчатов қаласы бейбіт атом астанасына айналды. Ядролық технологиялар паркін құру қаланың бүгінгі күніне жаңа өмір сыйлады. Ол болашаққа қол созды.
ядролық және жанама технологиялар саласында ғылыми негіздегі жоғары технологиялық компаниялардың өрістеуі Қазақстан Республикасының индустриалды инновациялық дамуына барынша тиімді ахуал қалыптастырмақ. Қызметтің басым бағыттары: ядролық және жанама технологиялар, радиациялық технологиялар, баламалы энергия көздері және энергия үнемдеу, нанотехнологиялар және жаңа материалдар. Задачей парка ядерных технологий ядролық технологиялар паркінің мәселесі создание технопарктың инфрақұрылымын құру, қолайлы инвестициялық климатты құру, благоприятного инвестиционного климата, сонымен қатар жоғары технологиялық әзірлемелерді тиімді іздеу және іріктеу жүйелерін құру болып табылады. Технопарктың инфрақұрылымы әкімшіліктік өндірістік тұрғыдағы кешенді, радиациялық технологиялар кешенін, радиациялық стерилдеу корпусын, ядролық энерготехнологиялық кешенді, тасымалдау логистикалық терминалды құрайды. Технопарк нысандарының құрылысы 2006 жылдың екінші жартысында басталды. 2008 жылы Қазақстандағы алғашқы радиациялық технологиялар кешенінің электронды және технологиялық желілердің өнеркәсіптік үдеткіштерінің құрылысы және монтаждау жұмыстары аяқталды. LV4 электронды өнеркәсіптік үдеткіштерінің болуы полимерлердің құрылымын модификациялау және физикалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында оларды радиациялық сәулелеуге мүмкіндік береді. 2009 жылы радиациялық технологиялар кешені базасында радиациялық тігілген көбікті полиэтилен, гидрооқшаулағыш жабын материалдары, мұнай мен газ құбырлары үшін термоорнықтырылатын үлдірлер, теміржол көлігінің жылжымалы составы үшін жалғағыш айрық өндірістері құрылды. Сондай-ақ 2009 жылы әкімшіліктік өндірістік тұрғыдағы кешеннің құрылысы аяқталмақ. Онда бизнес-инкубатор, бизнес-орталық, өнеркәсіптік зертхана бөлмелері орналасады. Бизнес-инкубатордың мақсаты ғалымдар мен кәсіпкерлерге олардың әзірлемелерін іске асыру және ғылыми өндірістерді ұйымдастыру үшін қаржылық және техникалық шешімдерді іздестіру көмектерін ұйымдастыру. Ядролық технологиялар паркінде инновациялық жобаларды іске асыру үшін кәсіпқой менеджерлерден, маркетологтардан және экономистерден тұратын команда құрылды. Технопарктың барлық персоналы идеядан бастап біріккен өндіріс құруға дейін бизнес жобаны толығымен іске асыруға көмектеседі. Яғни бұл бизнес жоспарды әзірлеу, бұл қажетті маркетингтік зерттеулерді жүргізу, бұл барлық экономикалық есептерді жүргізу. Бизнес орталықтар коммерциялық негізде консалтингтік, білім беру, сертификаттау және ақпараттық қызметтер көрсететін болады. Зертханалық өндірістік бөлмелерде әзірлемелерді өнеркәсіптік меңгеруге дейін жеткізуге бағытталған зертханалық зерттеулер жүргізіледі. Бүгінгі күні ғылым мен техниканы дамытудағы перспективті бағыттардың бірі ядролық және радиациялық, нано және энергия жинақтар технологиялары болып табылады. Осыған байланысты ядролық технологиялар парк акционерлік қоғамында инновациялық жобаларды дамытуда негізгі артықшылықтар анықталды. Бүгінгі күні кәсіпорындар құрылып жұмыс істеуде. Олар гидрооқшаулағыш жабын материалын өндірумен айналысатын Cascor Newtek Company жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, радиациялық тігілген және көбікті полиэтилен өндірісімен айналысатын Casfum жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, теміржол көлігінің жылжымалы составы үшін радиациялық кіріктірілген жеңдердің өндірісімен айналысатын Демпун Пенти кәсіпорны, синтезделген дәрі-дәрмектерді өндірумен айналысатын Xenon жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Радиациялық технологиялар кешенінде технологиялық процесстерде электрондар ағымының көзі ретінде қолданылатын LV4 электронды жоғары вольтты жылдамдатқыш орнатылған. LV4 көбіктелген полиэтиленді және кровленді өндіру желісі үшін ортақ болып табылады. Радиациялық тігілген көбікті полиэтилен өндірісі осы матрикс салу учаскесінде басталады. Көбіктелген полиэтиленнің шикізаты ретінде түйіршіктер және арнайы химиялық қоспалар қолданылады. Түйіршіктер экструдерге тиеледі. Онда жартылай фабрикат қалыңдығы 3 мм және ені 300 немесе 600 мм орама кенеп жасалады. Матрикс LV4 электронды жылдамдатқыштың көмегімен сәулелендіруге, радиациялық кірігуге жіберіледі. Сосын өңделген материал конвейермен көбіктелуге газ пешке жылжиды.
көбіктелген пенополиэтиленнен жасалған бұйым құрылыста, машина жасауда, жылу, гидро, дыбыс оқшаулағыш материал ретінде, құбыр жолдары мен кондиционерлер үшін оқшаулағыш материал ретінде, сонымен қатар электронды тұрмыстық техниканы буып түюге, басқа да қажеттіліктерге қолданылады. Радиациялық технологиялар кешенінің екінші желісі гидрооқшаулағыш жабын материалдар өндірісі. Кравленнің шикізаты ретінде ысытылмаған резинке қолданылады. Желіден алынғаннан кейін жабын материалдары сәулелендіруге жіберіледі. LV4 электронды үдеткішінде материал радиациялық химиялық ысытылады. Осының арқасында соңғы өнім жоғары пайдалану атмосфералық әсерге биологиялық және химиялық төзімді болатын қасиеттерге ие болады. Созылмалы жабу материалы өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс ғимараттардың жұмсақ жабындылар үшін арналған. Әртүрлі гидротехникалық құрылыстарды орнату үшін қолданылады. ИЛУ-10 электронды өнеркәсіптік үдеткіш базасының радиациялық стерилдеу корпусында медициналық бұйымдарды және радиациялық тігілген фарм препараттарды радиациялық өңдеу және стерилдеу өндірісін құру жоспарланып отыр. Стерилділік медициналық тұрғыдағы бұйымдардың тізіміне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Бұл орауыштар, қағаз сүлгілер, қолғаптар, шприцтер, ыдыстар, киімдер және тағы басқалар. Қазіргі уақытта біз Сібір фармакология және биотехнология орталығымен бірігіп, тромбовазимді алу технологиясын әзірледік. Біздің олармен біріккен жұмысымыз біздің қазақстандық тромбовазимді алуға мүмкіндік береді. Осы жайында айтатын болсақ, бұл қазіргі уақытта өте қызықты әрі белсенді әзірленіп жатқан дәрі-дәрмектердің жаңа сыныбы. Бұл қазіргі уақытта электронды үдеткіштің көмегімен біздің қазақстандық радиофарм препараттарын жасауға болатын Совет үкіметі кезеңіндегі ғалымдардың жаңалығы. Сонымен қатар ИЛУ-10 үдеткішінің негізінде кабель өнімдерін қорғауға және қосылысына арналған термиялық орнықтыру өндірісін құру жоспарланып отыр. Термиялық орнықтыру материалдарын қолдану, сымдарды, жгуттарды оқшаулау және саңлаусыздау, сымдардың және электр жабдықтардың әртүрлі элементтер жалғанған орындарды қорғау үшін кеңінен қолданылатын және экономикалық расталған технологиялардың бірі болып табылады. Рентгендік диагностикалау жүйесінің өндірісі. Жобаны іске асыру ауқымды әлеуметтік экономикалық әсерге ие болады. Қазіргі уақытта технопаркте рентгендік диагностикалау жүйесінің өндірісін құру жобасы іске асырылмақ. Осы жоба британдық жабық полигондар бағдарламасының CNCP қолдауымен Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығының атом энергиясы институтымен бірігіп іске асырылады. Жоба үлдірлі рентгендерді, флюорографтарды жетілдіруге бағытталған жүйелерді құруды қарастырады. Осы жоба шамамен осы жылдың күзінде іске асырылады. Және бірінші жылы 36 осындай жүйені, екінші жылы 55, үшінші жылы 60 жүйені құру жоспарда бар. Жылу сорғылары қондырғысы өндірісі. Жылу сорғылары үйлерді жылытуға, ыстық сумен қамтамасыз етуге, бөлмедегі ауаны салқындатуға қолданылады. Жылу сорғылар қондырғысының әлемдік пайдалану тәжірибесі үнемділікті, ыңғайлылықтың жоғары деңгейін, қызмет көрсетудің аздығы мен жоғары автономдық деңгейін, сенімділікті, қауіпсіздікті, экологиялық тазалық сияқты артықшылықтарды куәландырады. Радиоактивті ластанған мұнай газ жабдықтарын тазалау және дезактивациялау кешені. Ол сорғылы компрессорлық құбырлардың, ластанған бетті құбырларын және мұнай газ жабдықтарының фрагменттерін асфальт қалдықтарынан және қатты тұзды түсілімдерден тазалауға және дезактивациялауға мүмкіндік береді. Технопарктың инвестициялық климатының тартылымдылығын құру үшін ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамы табыс венчурлық қордың құрылтайшысы болды. Ол 2000 жылы құрылған болатын.
Біздің қордың негізгі мақсаты бұл ядролық технологиялар саласындағы инвестициялық компанияларды қаржыландыру. Әрине, біз де құр алақан емеспіз. Курчатов қаласындағы шағын және орта бизнесте біздің қосқан үлесіміз. Оның қорытындысы бүгінгі күні нақты 17 жобаны құрайтын портфеліміз бар. Қазіргі уақытта Корея компаниясымен бірігіп, ядролық технологиялар паркімен қайта құрылған компаниялармен осы бизнесті дамытуға мүмкіндігіміз бар. Біз жаңа өндірістерді құруды жоспарлап отырмыз. Ол гельдер, герметиктер өндірісі. Сонымен қатар, біз өзіміздің LV4 радиациялық қондырғыны қолдану арқылы жаңа жабу материалын, гидрооқшаулағыш материалды өндірсек дейміз. Міне, осылайша технопаркте өз қаражатымызбен белсенді әрекет етеміз. Ядролық энерготехнологиялық кешен шағын қуатты реакторлық қондырғы базасында қала мен аймаққа қажетті жарық пен жылу өндіретін болады. Жақын арада ұлттық ядролық орталықтың және ядролық технологиялар паркінің қолдауымен Курчатов қаласында реакторлық қондырғылардың нұсқалары жасалатын болады. Сонымен қатар, ядролық энерготехнологиялық кешен Қазақстанның атом энергетикасы саласына мамандар даярлайтын және қайта даярлайтын тәжірибе орталығы болмақ. Жалпы перспективалар жеткілікті болды. Және осы атом энергетикасы еліміздің экономикасын дамытатын база атануы мүмкін. Яғни, тұрақты энергиямен қамтамасыз етуге кепілдік бере отырып, энергия жеткілікті болады деп отырмыз. Ал энергетикалық қауіпсіздік дегеніміз энергияның қажет мөлшерде болуы, қажет сапаның қажет уақытта болуы. Бұл еліміздің мемлекет экономикасының қауіпсіздік қағидаты. Энергетикалық базасыз, осы базисіз экономиканың дамуы мүмкін емес. Міне біздің болашақ осы. Парк қызметкерлер үшін жаңа тұрғын үйлер салынуда, ескі үйлер қалпына келтіріліп басқа мақсаттарға пайдаланылуда. Парктың дамуымен қатар қала да өрлеп келеді. Біз әрине технопарктың құрылуы арқылы халқымыздың ахуалы жақсарады деп күтеміз. Технопарк алғашқы өнімін сынамалы өнімді өндіре бастады. Енді осы жылдың екінші жарты жылында өнімнің жаппай өндірісі басталады деп үміттеніп отырмыз. Әрине, біз Курчатов қаласы өнімнің бірінші тұтынушылары болуға тырысамыз. Осы жылы бірнеше тұрғын үйлер қалпына келтіріліп жатыр. Осы үйлердің шатырларын жөндеуге біздің технопаркпен өндірілетін кровленді қолданбақпыз. Мен осы жерде жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Өз қаламды ұнатамын және оны мақтан тұтамын. Курчатов батыр қала. Мен мұны бәріне де айтатынмын, әлі де айтамын. Әрине, ұжыммен, технопарк қызметкерлерімен ядролық технологиялар саласындағы Қазақстанның ғылыми астанасы атануына бар күш-жігерімізді саламыз. Оның құрылғанына бар жоғы 3 жыл болса да, көп істер атқарылды. Мемлекеттік қабылдау сатысындағы алғашқы өнеркәсіптік жылдамдатқыш жасалды. Қазақстанда баламасы жоқ өндірістік заманауи желілер салынды. Өзінің қызметін жаңадан бастаған 4 біріккен кәсіпорын құрылды. Бүгінгі күні ядролық технологиялар паркі акционерлік қоғамының мүддесі әлемдік нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Әрине, полигонда жаңа бағыттармен танысуға болатындығы адамды қуантады. Атом энергиясы Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ бүкіл орталық Азияның бақыты мен гүлдену үшін және Еуропа мен Еуродақ елдермен халықаралық ынтымақтастық аясында қызмет ету үшін қажет. Қазақстан Республикасы жоғары ядролық технологиялардың иегері атанып, бейбіт үшін қызмет ететін ірі мемлекет ретінде өзінің беделін нығайта түсуде.